Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге алмадан тосап жасауды көрсеткім келіп отыр. Дайын болсаңыздар кеттік. Міне алманы дәл осылай, бір алманы 4 бөлшекке осылай турап алдым. Бірақ бұлай тураған дұрыс емес екен. Себебі ет тартқыштан өткізіп жатқанда қиналады екенсіздер. Сондықтан осы бір алманы 6-7 реттен турап алсаңыздар, бөлшектеп өздеріңізге оңай болады, әрі тез әрі қиналмай ет тартқыштан өткізіп аласыздар. Сондықтан солай кеңес беремін, себебі басымнан өткеннен кейін сіздерге айтып отырмын. Міне ет тартқыштан өткізуді бастадым. Бұл жерде осылай өткізіп, тез әрі жеңіл түрде өткізіп қиналмай жасап алдым. Ет тартқыштан өткізіп жатқан кезде көбірек неге мән беру керек? Жаңа айтып өткендей сіздерге алманы майдалап турау керек екен. Сонда тез өтеді екен. Солай. Бұл жерде алманың әрине қыста жегенге өте пайдалы, әрине білесіздер барлықтарыңыз. Йогурт жасап бергенге айраннан өте жақсы болады. Біз жасап дайын болған тосапты біз солай жасап жеп алдық кешкісін. Бұл жерде міне 6 килограмм мысалы алманы қайнататын болсаңыз, оған міндетті түрде 5 литр су құюға кеңес беремін. Себебі алма ол қоюлы болып келеді. Сондықтан қанша құйып атқан кезде де өздеріңіз байқайсыздар, қою болып тұрады. Оны сәл сұйықтату үшін су құйылу керек. Және қайнайын деп жатқан кезде бұл жерде әрине шекер саламыз. Шекерді мысалы 5 кило алмаға 4 болмаса 3 кило шекер салсаңыз да болады. Негізі алманың тәттілігіне байланысты. Мен алмам өте тәтті болғаннан кейін мен аздау қостым. Және бірақ бұл жерде мен қайнап жатқан кастрөлінде 20 литр тосап бар. Бұған әрине мен 10 литр шекерімді салдым, қайнаттым және 5 сағатқа тұндырып қойып, мына екінші рет қайнап жатқан түрі, әрине бұл енді қайнап жатып осылай дайын болды. Және осылай 5-6 сағат тұндырып қойсаңыздар, ол әдемі рең береді. Әрі оның дәмін де біле аласыздар. Сондықтан тұндырып қойды ұмытпаңыздар. Мына жерде дайын болған тосапты құйып жатырмын. Бұл жерде неше литр шықты деген қызық болар. Бұл жерде маған 15 литр шықты. 3 литрін жегенге алып қалдым. Осылай бәрін құйып алдым да, сосын жақсылап тұрып, ауыздарын тастай етіп бұрап тастадым. Әрине атылмасын деген мақсатта. Қазір шілде айы, ертең біз бұны ноябрь, қараша айында ашып жей бастаймыз. Өте дәмді шықты тосабым осылай. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Қиын емес әрине. Барлықтарыңызға сәттілік. Осылай жасай беріңіздер. Міне мен дайын болған тосабым. Осылай дайын күйінше сіздерге видео түсіріп отырмын. Көп рахмет тыңдағандарыңызға. Келесі видеода